Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум, арма қазақ. Зейнетақы алушылар үшін жақсы жаңалық. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің хабарлауы. Бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймелерін басып, подписаться түймесін баса кетуіңізді сұранамыз. Ал онда біз жаңалығымызды бастаймыз. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлауынша елдегі зейнеткерлердің саны 2292 мың адамды құрайды екен. 2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы жүйесіндегі өтілім ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалатын еске саламыз. Бұл ретте 1998 жылы 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ықтымақтықты жүйесіндей-ақ міндетті зейнетақы жаналарын төлеген кезеңдер зейнетақы жүйесіндегі өтіліне қосылады. Егер азаматтың зейнетақы жүйесі 10 жыл және немесе одан да аз болса, сондай-ақ мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 60%-на тең болады. Содан кейін 10 жылдан кейін асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2%-ға артады. Ал егер сіздің өтіліміңіз 20 жыл болса, базалық зейнетақы күнкөріс деңгейіңіз 20%-ын құрайды. Еңбек өтілімі 30 жыл немесе одан да көп күнкөріс деңгейінен жоғарғы мөлшерді, яғни 100%-дық белгіленетін дейді министрлік. Бұдан бұрын еліміздегі қай жастағы азаматтардың зейнетақы мөлшері бұрын айтылған болатын. 2023 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша жылдық зейнетақы орташа мөлшері 120 992 теңгені құрайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.